Тәтті болгар бұрышының сіздің денсаулығыңызға қаншалықты пайдалы екенін білесіз бе? Ол иммундық жүйенің денсаулығын нығайтады, көз денсаулығын қолдайды, қатерлі ісіктің алдын алады, холестеринді төмендетіп, көңіл күйіңізді көтереді, ауруды жеңілдету, диета, тері мен шаштың денсаулығын сақтау, анемияның алдын алу және жүктілік кезінде жеген өте пайдалы. Болгар бұрышы өзінің барлық жарқын және әдемі реңктерінде көптеген асеулердің негізгі тағамдары болып табылады. Біздің көпшілігіміз оларды шикі түрде жегенді ұнатамыз, немесе оларды сорпалар, салаттар, бұқтырылған тағамдар, кастрюльдер және басқаларды қамтитын барлық тағамдарға қосуды ұнатамыз. Болгар бұрышы фаджиталар мен қуырылған картоп сияқты танымал тағамдарға дәм мен қытырлақ қосып қана қоймайды, сонымен қатар таңғажайып денсаулыққа пайдалы. Калориялары аз бұл бұрыш дәрумендер мен қоректі заттарға бай. Сіз болашақ азық-түлік тізімін және түскі ас мәзірін жоспарлай отырып, жасыл бұрыш қосқаныңызға сенімді болыңыз. Осылайша сіз осы бұрыш беретін барлық артықшылықтарды пайдалана аласыз. Иммундық жүйенің денсаулығын нығайта аласыз. Болгар бұрышы сіздің иммундық жүйеңізге қажет С витаминіне бай. Диетологтардың айтуынша, болгар бұрышында цитрус жемістерінен 2 есе көп екен. С дәрумені бар екен. Олар сондай-ақ барлық рентгендердің ішінде қызыл болгар бұрышында С дәрумені көп екенін айтады. Сондықтан сіздің пита немесе макарон тұздығын толтырғанда кейбір қызыл бұрышқа қол жеткізіңіз. Сонымен қатар болгар бұрышы бета-каротинге бай. С дәрумені сияқты бета-каротинде иммундық жүйені жақсылап тұрып нығайтады. Көз денсаулығына, яғни көзіңізге нұр беріп, көзіңізге қолдау көрсететін болгар бұрышының пайдасы өте зор. Болгар бұрышы бета-каротин сияқты қоректік заттарға бай болғандықтан, олардың көз денсаулығына керемет қолдау көрсететін таңқаларлық емес. Болгар бұрышында 30-дан астам кератиноид бар. Оның ішінде бета-каротин бар, сондықтан олар көз денсаулығын қолдау үшін жеуге болатын ең жақсы тағамдардың бірі. Қызыл және сары болгар бұрышы бета-каротинге өте бай, бірақ сонымен қатар дәрумендер мен басқа ферменттерден тұрады. Олар тіпті көру қабілетіне зор әсер ететін жасқа байланысты аурулардың қаупін төмендетуі мүмкін. Тағамға болгар бұрышын қосудың көптеген жаңа әдістері болғандықтан, оларды апта сайынғы рационға қосу керек. Қазіргі таңда елімізде қатерлі ісік дертіне шалдыққан адамдардың көбеюіне байланысты қатерлі ісіктің алдын алуды сіздерге кеңес беремін. Ол үшін қатерлі ісіктің ауруының дамуын қорғайтын диетаны ұстанғысы келетін диетологтар антиоксиданттарға бай тағамдарды бастау үшін жақсы орын деп болжайды. Болгар бұрышының құрамында антиоксиданттық қорғанысы жоғары кейбір жасушалық процестер, сонымен қатар темекі түтіні мен ауаның ластануы сияқты экологиялық токсиндер денеде бос радикалдардың дамуына әкелуі мүмкін. Бос радикалдар бұл зиянды молекулалар. Олар сау жасушаларды бұзады, тіпті олардың мутациясына әкеледі. Бұл мутациялар қауіпті болуы мүмкін және денсаулығының ауыр жағдайына әкелуі мүмкін. Антиоксиданттар зиянды келтірмес бұрын денені артық бос радикалдардан тазартатын күшке ие. Қатерлі ісік сияқты қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін апта сайын жасыл бұрышыңызды жеп қойыңыз. Холестеринді төмендеттіңіз. ЛДЛ холестериннің жоғары деңгейі жүрек ауруының даму қаупіне байланысты пайдалы HDL холестеринімен шатастырмау керек. ЛДЛ төмен тығыздықтағы липопротеин холестерині қан тамырларының қабырғаларындағы жиналуы мүмкін. Бұл олардың саңылауларының
тарылуына әкеледі. Бұл тарылу маңызды қан ағымын азайтады және тіпті бұғаттай алады. Демек, сау қан ағымын қамтамасыз ету үшін жаман холестериннің төмен деңгейін ұстап тұру өте маңызды. Сіз жаман холестеринді төмендететін тағамдарды қосу арқылы жүрекке пайдалы диетаға қол жеткізе аласыз. Болгар бұрышы дәл осылай жасай алады. Болгар бұрышын сүйікті макарон тұздығыңызға қосыңыз, немесе жүрек ауруының даму қаупін азайту үшін оларды түскі ас ретінде ішіңіз. Сонымен қатар болгар бұрышы сіздің көңіл күйіңізді көтере алады. Көңіл күйді көтеретін күші бар тағамдар бар. Болгар бұрышы олардың арасында бар. Болгар бұрышында B6 дәрумені бар. Бұл B дәрумендегі сіздің көңіл күйіңізді жақсартатын серотонин мен норадреналиннің мидың химиялық заттарының өндірісімен байланысты. Болгар бұрышы мелатонин өндірісін қолдай алады. Ал егер сіздің көңіл күйіңіз ұйқының бұзылуына келіп соқтырса, мелатониннің жоғарылауы сіздің ұйқы режиміңіздің төмендеуіне кепілдік береді. Оның жеткіліксіздігі депрессияның факторы болып табылады. Сондықтан стрессте болсаңыз, бұл болгар бұрышын диетаңызға енгізуді ешқашан ұмытпаңыз. Көптеген адамдар уақытша немесе созылмалы түрде ауырады. Сіз осы ауруларды жеңілдете аласыз. Опиатқа негізделген күшті дәрі-дәрмектер және тіпті рецептсіз ауыратын дәрілер көптеген жағымсыз әсерлермен байланысты. Жеңіл ауырсынуды зардап шегетін адамдар диетаның көмегімен симптомдарын төмендетуі мүмкін. Болгар бұрышында К және С сияқты дәрумендер бар болғандықтан ол ауырсынуды жеңілдетеді. Болгар бұрышындағы капсаицин аурудың деңгейін төмендетуге де көмектесе алады. Видеом пайдалы және ұнайтын болса, лайк және комментария қалдырыңыздар, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдауды ұсынамын.